Бүгін 16 қаңтар 2022 жыл Түркістан облысы бойынша балық инспекциясының мамандарымен бірлесіп негізінде салынған видеоға байланысты Шардара су қоймасы бірінші учаскесінде рұқсат етілмеген Қытай ауторлар, яғни браконьерлік жолмен қойылған ауторлар жиналу үстінде өздеріңіз көріп жатқандардай қазір шамамен 15 данадай 1,5 мың метрдей жиналды қазіргі таңда. Ауа райының қолайсыздығына байланысты, яғни жаңбыр жауып тұрғанына байланысты бүгін бұл жұмыстар тоқтатылады. Алайда ертең одан кейінгі күндері жалғасын табатын болады бұл жұмыстар. Таза су айдындары, яғни сеть жинау жұмыстары жалғасын табады. Осы жайында бейнежазба түсірілді. Мынаны түсіре берейін мен. Бүгін 16 қаңтар 2022 жыл Түркістан облысы бойынша балық инспекциясының мамандары бар. Шардара аудандық полиция, табиғат қорғау полициясының инспекторлары бар, бірлесіп және Instagram желісіндегі жарияланған бейнетаспаға байланысты Шардара су қоймасы бірінші учаскесінде, яғни қаланың асты неке сарайы, сол жерлерде жаңағыдай рұқсат етілмеген Қытай ауторлар браконьерлік жолмен қойылған сол торларды жинап, қазір жағаға шығардық. Шамамен 20 дана, ұзындығы 2000 метр. Бұл ауторларды қазір ауторларды және ауланған балықтары шыққан тордан СПК Хамид қоймасына тапсыратын боламыз. Ауторлардың егесі анықталып жатса, шара көреміз. Егесі анықталмайтын болса, арнайы жерге апарып жойып, өртеу жолымен жойылатын болады. Ал балықтары ауланған тордан шыққан балықтары СПК Хамид қоймасына апарып таразыдан өтіп мемлекет пайдасына өндірілетін болады, яғни 204-110 кодында төленетін болады. Бұл қазір жаңбыр жауып күннің қолайсыздығына байланысты және де қараңғының түсуіне байланысты бүгінше тоқтатылып тұр. Бұл жұмыстар жалғасын табатын болады күнделікті. Осы жөнінде бейнетаспаға түсіріліп жатыр.